Ассалаумағалейкум оқушылар, мұғалімлер һәм басқа химия пәніне қызығушылар. Сіздер Прохимия каналындасыз. Бүгін бірінші сабағымыз органикалық химияға кірісу болады. Бұл сабақта сіздер органикалық химия өзі не, анорганикалық һәм органикалық химияның farқын һәм органикалық бірікпелердің классларын біліп аласыз. Демек, сабағымызды әстен баслай береміз. Бірінші, органикалық химия өзі не? Ол нені үйренеді, соны түсініп алайық. Har қандай пәнді үйренген уақытта бірінші ол пән нені үйренеді, соны біліп алу керек. Органикалық химия бұл құрамында углерод атомы болған бірікпелердің құрамын, түзілісін, алынуын һәм физикалық, химиялық қасиеттерін үйренетін химияның бөлімі есептелінеді. Яғни айтқанда, органикалық химияда біздер құрамында углерод атомы болған бірікпелердің қасиеттерін үйренеміз. Қасиеттері, алынуы, түзілісі, солар хақында сөйлесеміз. Демек, содан келіп шығып айтсақ болады, органикалық бірікпелердің һәммесінде углерод атомы болады. Һәммесінде болады. Бірақ құрамында углерод атомы болған бірікпелердің һәммесі де органикалық бірікпелерге кіре бермейді. Қазір не үшін екенін түсіндіріп беремін. Бірінші, органикалық химиядағы органикалық бірікпелер бар. Сол бірікпелерде жаңағы углерод атомлары қалай жайласады, қандай байланыстылар пайда етеді, соларды азырақ түсіндіріп беремін. Соған қарап кейін анорганик бірікпелермен салыстырамыз. Демек, қараймыз. Органикалық химияда углерод атомлары углерод яки углерод водород байланыс пайда еткен халда жайласады. Демек, органикалық бірікпелерде міне сондай байланыстар болу керек. Углерод байланыс, яғни екі углеродтың арасында байланыс болу керек, яки углерод пен водородтың арасында байланыс болу керек. Органикалық бірікпелерде сондай байланыстар пайда болады. Ал біздерде анорганикалық химиядан білеміз, газларымыз бар. СО, яғни ис газы һәм СО2. Сондай анорганикалық химиядан белгілі болған газларымыз бар. Ис газы һәм карбонат ангидрид. Енді қарайтын болсақ, бұлардың құрамында углерод атомлары бар. Мына жерде де, мына жақта да углерод атомлары бар. Бірақ углерод атомлары болғанымен бұлар органикалық бірікпелерге кірмейді. Не үшін екенін азыр мынаған қарап айтамыз. Бұлардың структурасын жазған уақытта углерод һәм кислород арасында байланыс болады. Сондай байланыс болады. Мынада да сондай. Бір углерод, екі кислородтың арасында байланыс болады. Енді қарайтын болсақ, бұл жерде я углерод байланыс жоқ, я углерод-водород байланыс жоқ. Мына жақтағындай. Соның үшін бұларды органикалық бірікпелерге ала алмаймыз. Органикалық бірікпе болу үшін міне мынандай байланыстар болу керек. Һәм және бұдан тысқары углерод-водород байланыстардан тысқары углеродлардан әрдайым 4 қол шығу керек. Органикалық химияда, органикалық бірікпелерде. Яғни 4 қол шығу керек дегені бұл углерод 4 валентлі болу керек деген. Яғни органикалық бірікпелерде углерод әрдайым 4 валентлікті көрсетеді. Яғни мынандай қылып 4 қол шығу керек. Қазір бұл жерде міне бір қол шығып тұрды, және 3 қолын мынандай қылып басқа затлармен байланыстырып жіберді. Водородпен байланысуы мүмкін, яки басқа углеродпен байланысуы мүмкін. Қолласы углеродтан әрдайым 4 қол шығу керек. Менің 4 қол болады. Мынау сондай, 4 қол шығару керек. Енді мына жаққа қарайтын болсақ, азына ис газында углеродтан 4 қол емес, 3 қол шығып тұрды. 1, 2, 3-ші донор активтер байланысының есебіне 3 қол шығып тұрды. Мына жақтан 4 қол шыққан, бірақ 4 қол шыққаны менен углеродтан
Міне. Бұл жерде мына жақта айтқанымыздай углерод водород байланысы жоқ. Соның үшін бұларды органикалық бірікпелерге ала алмаймыз. Органик бірікпе болу үшін міне жаңағыдай екі зат толы келу керек. Мынандай байланыс, екі углерод водород һәм 4 қол шығу керек углеродтан. Демек, сондай ғана бірікпелерді органик бірікпелерге алсақ болады. Так, енді түсініп алдық, меніңше органикалық химияда углерод атомлары құрамында углерод атомлары болған бірікпелерді үйренеміз. Бірақ сол жаңағыдай алжастырмауымыз керек. Қайсылары органикалық бірікпелер, қайсылары органикалық емес бірікпелер, жаңаға түсіндіріп бергенім бойынша ажыратып алсаңыз болады. Енді анорганикалық һәм органикалық бірікпелердің farқын көріп шығамыз. Так, мына кестеге қараймыз. Мына кестеде мен қасиеттерін беріп қойған, сол қасиеттеріне қарап отырып, анорганик бірікпелердің һәм органикалық бірікпелердің қасиеттерін жазып, бір-бірінен айырмашылықтарын көреміз. Демек, мына жақта қасиеттері берілген: құрамы, түзілісі, бірікпелер саны, реакция тезлігі һәм байланыс типі. Мына жерде болса анорганик бірікпелер, мына жақта органикалық бірікпелердің қасиеттерін жазып шығамыз. Демек, біріншісі құрамы. Құрамы айтылған, құрамы дегенде бұл жерде құрамында қандай элементтер қатынасады. Ұсыз зат айтылып жатыр. Демек, қараймыз, анорганикалық бірікпелерде қалеген элемент қатынасуы мүмкін. Оны сіздер анорганикалық химияны өткен уақытта өздеріңіз көргенсіздер. Әр түрлі бірікпелер бар. Мәселен, сульфат кислота бар, құрамында күкірт, водород, кислород қатынасады, нитратта да сондай, азот қатынасады. Һәм одан басқа және неше бірікпелер бар, құрамында әр түрлі элементтер қатынасады. Мәселен, таблицамызда 118 элемент болатын болса, анорганикалық бірікпелерде, анорганикалық химияда сол 118 бірікпенің һәммесі қатынасуы мүмкін. Һәммесі. Яғни, құрамына қарайтын болсақ, анорганик бірікпелердің құрамы әр түрлі болып келеді, яғни әр түрлі элементтер қатынасады. Демек, құрамы әр түрлі болады. Әр түрлі. Енді органикалық бірікпелердің құрамы. Органикалық бірікпелердің құрамы бағана баста айтқанымыздай құрамында углерод атомы болу керек. Әрдайым углерод атомы болады. Құрамында углерод атомы болады, оны жазамыз. Бұдан тысқары көпшілік органикалық бірікпелерде водород атомы болады. Водород атомы және кислород атомы болуы мүмкін. Азот атомы болуы мүмкін. Азот атомы. Һәм және айырмаларында күкірт атомы болуы мүмкін. Айырмаларында ондай көп ұшыраса бермейді. Ең көп ұшырасатұғыны міне осы 4 элемент ұшырасады органикалық бірікпелерде: углерод, водород, кислород һәм азот. Так. Енді құрамындағы бірінші farq сондай. Анорганик бірікпелердің құрамы әр түрлі, органикалық бірікпелер болса, құрамында санаулы элемент қатынасады. Енді түзілісіне келетін болсақ, анорганикалық бірікпелердің түзілісі органикалық бірікпелерге салыстырғанда апойлау болады. Яғни, анорганик бірікпелердің түзілісі апойы, оны азыр екеуіне біреуден түзілісін жазып, бірікпелерді алып тұрып, олардың түзілісін жазып, салыстырып көреміз. Демек, жазып аламыз бірінші. Анорганик бірікпелердің түзілісі апойы болады, көпшілігінікі апойы. Органик бірікпелердің түзілісі болса, көбінесе құрамалы болып келеді. Құрамалы. Демек, бұған бір мысал жазып көреміз, қане. Так.
Анорганик бірікпеге ең көп ұшырасатын бірікпе бұл сульфат кислота. Сульфат кислотаның структурасын, яғни түзілісін жазып көреміз. Органик бірікпелерден болса, глюкозаның түзілісін жазып көреміз. Глюкоза С6H12O6. Сол екеуінің түзілісін жазып алып салыстырып көреміз. Сульфат кислотада күкірт атомы 4 кислородпен байланысады. Ал 2 кислород болса, водородпен байланысады. Мынау сульфат кислотаның түзілісі, яғни структурасы. Енді глюкозаның түзілісін жазып көреміз. Глюкозаның түзілісінде аз-маз құрамалылығы болады. Так, углерод атомы, кислород атомы, углерод атомы, углерод, және углерод и OH. Сөйтіп, водород, OH, водород, OH, водород и OH. Міне мынау глюкозаның структурасы. Мына жерде де водород бар. Міне. Енді салыстырып қарайтын болсақ, бұл жерден көрініп тұрыпты. Міне сульфат кислотаның түзілісі глюкозаныкінен апойлау. Күкірт 4 кислородпен байланысқан, ол 2 кислородқа водород байланысқан. Аммонияға қарайтын болсақ, сақина бар, міне 6 мүйішлі сақина. Сөйтіп сақинадағы водород углеродтарға бір жағына водород, бір жағына OH байланысқан. Мынау біраз құрамалылау, мынаған қарағанда. Демек, содан көрініп тұрыпты, органикалық бірікпелердің түзілісі анорганик бірікпеге қарағанда құрамалы болып келеді. Енді үшіншісіне өтеміз. Бірікпелер саны. Бірікпелер санына қарайтын болсақ, анорганикалық бірікпелердің саны органикалық бірікпелерге қарағанда азлауы болады. Яғни, анорганикалық бірікпелердің саны болуы мүмкін 100 мыңнан біраз көптеген болуы мүмкін. Мәселен, көп болса 300-400 мыңға дейін баруы мүмкін анорганикалық бірікпелердің саны. Ал органикалық бірікпелердің саны болса миллионнан көп болады. Бұның азыр себебін айтамыз. Не үшін екенін. Демек, анорганикалық бірікпелердің саны аз болады. Органикалық бірікпелердің саны болса көп болады. Бұның себебі изомерия деген зат бар органикада. Анорганикада ондай зат болмайды. Изомерия деген зат бар. Бұл изомерия деген зат формуласы бірдей болады, бірақ түзілісіне қарайтын болсақ әртүрлі болады. Соның есабына органикалық бірікпелердің саны көбейіп кетеді. Изомерияны азыр теманың ақырында біраз түсіндіріп беремін. Так, енді реакция тезлігі кейінгісі. Реакция тезлігі анорганик бірікпелерде реакцияның тезлігі органик бірікпеге қарағанда тез болады. Бұның себебін айтамыз. Анорганик бірікпелердің реакциялары тез болады. Органикалық бірікпелердің реакциялары көпшілігі әсте болады. Әсте. Бұның себебі мына ізіндегі байланыс типі дегенге байланысты болады. Байланысына байланысты. Анорганикалық химияда байланыстылар деген тема өттік. Байланыстың 3 түрі болатын еді: ковалент байланыс, ион байланыс һәм металлық байланыс. Міне, сол байланысқа байланысылы реакцияның тезлігі. Яғни, анорганик бірікпелерде бұлардың байланысылардың үшеуі де ұшырасады. Ковалент байланысам ұшырасады анорганик бірікпелерде, ион байланысам ұшырасады, металлық байланысам ұшырасады. Енді, сол анорганикалық бірікпелердегі атомлардың арасында байланысылар болады ғой, мына жерлерде. Мына байланысылар, сол байланысылар күшсіз болады. Органикалық бірікпелерге салыстырғанда. Органикалық бірікпелерде бұл байланысылар сәл күштілеу болады. Енді қараң, көз алдыңызға келтіріп көрің. Байланыс күшсіз болса, сол байланыстың үзілуі, реакция жүру үшін сол байланыс үзілуі керек.
Енді байланыс күшсіз болғаннан кейін ол байланыс тез үзіледі, тез үзілгеннен кейін реакция тез жүреді. Енді қараң, байланыс күшлі болса, оны үзуге көбірек энергия кетеді. Көбірек энергия кеткеннен кейін көбірек уақыт кетеді. Көбірек уақыт кетті дегені бұл реакцияның тездігі әсте жүрді дегенді білдіреді. Демек, сол байланысқа байланысты реакцияның тездігі. Анорганик бірікпелерді байланыстылары күшсіз болады, органик бірікпелерде күштілі болады. Енді ақырғысы байланыс типі. Байланыс типі дегенде жаңа да айтып өттік, бұларда байланыстың һәммесі ұшырасуы мүмкін. Ковалент байланыс ұшырасуы мүмкін, ковалент. Ион байланысы ұшырасуы мүмкін, металлық байланысы ұшырасуы мүмкін, металлар арасында. Металл. Ал органик бірікпелерде болса, ондай көп байланыс ұшыраспайды. Органик бірікпелердің көпшілігінде 90-95% бірікпелерде ковалент байланыс ұшырасады. Ковалент. Дерлік һәммесі деп айтсақ болады, тек айрым бірікпелер бар, ионлық байланыс ұшырасатұғын. Мәселен, органикалық химияда тұзлар болады, органикалық тұзлар. Сол тұзларда енді тұз болғаннан кейін ода металл атомы болу керек. Ол металл атомы бірнеше металл емес атоммен байланысқан болу керек. Демек, металл һәм металл еместің арасындағы байланыс бұл ион байланысқа кіреді. Бірақ ол ондай көп бірікпелерде ұшыраспайды, тек сол тұзларда ұшырасуы мүмкін. Қалған дерлік һәмме бірікпеде ковалент байланыс ұшырасады. Демек, анорганик һәм органик бірікпелердің парқы судан ібарат. Енді органикалық бірікпелердің классларын айтамыз енді. Органикалық бірікпелер. Органик бірікпелер. Бірікпелер. Органикалық бірікпелерді өткен уақытта оларды 3 дана үлкен классқа ажыратып алсақ болады. Олар қандай класслар? Демек, 3 дана классқа ажыратып аламыз бірінші. Бұлар углеводородлар, углеводородлар. Екіншісі кислородлы органик бірікпелер. Қысқартып жазып кетемін, бірікпелер. Үшіншісі азотлы органик бірікпелер. Сөйтіп, 3 үлкен классқа ажыратып алсақ болады. Енді бұлардың өзі және бірнеше классларға бөлініп кетеді. Яғни олар қандай? Азыр соларды айтамыз. Нерден бөліп алайық бірінші арасынан. Демек, углеводородлар, бұны атына қарасаған белгілі, міне қарайық. Құрамында қандай элемент бар екен біліп алсақ болады. Угле деп атыр, яғни углерод һәм водород дегенді білдіріп тұрды міне. Демек, құрамында углерод атомы һәм водород атомы болатұғын бірікпелер углеводородлар деп айтылады. Құрамы тек осы 2 элементтен құралған болу керек. Бұларға енді қайсылар кіреді? Бұларға алканлар кіреді. Алкан, алкен, циклоалкан, алкин, алкаден һәм ароматик углеводородлар, яғни оларды аренлер деп айтсақ болады. Аренлер. Демек, осындай 6 класс кіреді углеводородларға. Алканлар,
алкен, циклоалкан, алкин, алкаден һәм аренлер. Бұлардың һәммесі тек қана углерод һәм водород атомынан құралған болады. Енді екіншісі кислородлы органик бірікпелер. Бұл міне құрамына қарайтын болсақ, аз төбесіне жазып қоямыз, құрамында қандай элементтер бар екенлігін. Углеводородларда құрамында углерод һәм водород атомы болады, бұған басқа атом болмайды. Кислородлы органик бірікпелерде оларда да углерод атомы болады, водород атомы болады, бұдан тысқары және кислород атомы да болады. Азотлы органик бірікпелерде болса, углерод атомы болады, водород атомы болады һәм бұлардан тысқары азот атомы да болады. Айырмаларында кислород атомы да болуы мүмкін. Кислород атомы. Демек, міне осындай. Енді кислородлы органик бірікпелерге қайсылар кіреді? Соларды жазамыз. Демек, бұларға спиртлар кіреді. Спирт, фенол, одан кейін алдегид, кетон, карбон кислота, апуайы, эфир, құрамалы эфир. Міне осы классларды спирт, фенол, алдегид, кетон, карбон кислота, апуайы һәм құрамалы эфирлерді кислородлы органик бірікпелерге кіргіземіз. Енді азотлы органик бірікпелерге оларға кіреді нитро бірікпелер, аминлер һәм аминокислоталар. Кислота. Міне осылар азотлы органик бірікпелерге кіреді. Демек, осындай қылып классларға ажыратсақ болады органик бірікпелерді. Енді бұлардың әрбір класын кейінгі видеоларда түсіндіріп беремін. Алканнан басылып. Алкен, сөз безікте кете береміз. Енді бағана айтқаным, изомерия деген затты аз-маз түсініп беріп кетемін. Кейінгі темаларымызда керек болып қалады олым. Демек, изомерия деген зат, изомерия дегені қараң. Бұлай қарағандыста ұлыма формуласы бірдей болады, екі заттың формуласы бірдей, бірақ қасиетлері әр түрлі болады. Осындай бірікпелерді біздер изомерлер деп айтамыз. Яғни сол хадисі изомерия хадисесі. Яғни оған мысал айтатын болсақ, мәселен, бізде белгілі антисептик сипатында қолданылатын этил спирті бар. Формуласы С2 сары реммен жазайық. С2H5OH этил спирт. Қадымғы үйімізде істетілетін антисептик сипатында істетілетін бұл этил спиртінің ертпесі. Құрамында этил спирті болады. Мұны міне этил спиртінің формуласы. Бұны жинап жазатын болсақ, водородлардың һәммесін жинап жіберсек, өзімізге қолайластырып, міне С2 болады. Мына жерде H5, мына жақта және бір водород бар. Бұны бір жинап тұрып, С2H6 деп жазсақ болады. Сөйтіп, қасында бір кислороды бар. Мынауам екеуі бір зат. Мынау сәл жайыңқырап жазылғаны, мынау жинап жазылған формуласы. Енді екінші бірікпені жазамын. CH3O. Мынау бұл қарайық. Бұл не зат? Бұл диметил эфир. Яғни бұл апуайы эфирлерге кіретұғын бірікпе. Енді бұның формуласын жинап жазатын болсақ,
С2 болады, міне жерде 1 углерод, міне жерде 1 углерод, С2 болады. Міне жерде 3 водород, міне жерде 3 водород. Оларды қосып жіберсек, бізде 6 водород болады. Сөйтіп, ортада бір кислород бар. Міне С2H6O, мынауам С2H6O. Бұлай қарайтын болсақ, екеуінің формуласы бірдей, бірақ жайып жазған уақытымызда екеуі ұлы ма басқа заттар болады. Мынау спирт, мынау эфир. Бұлардың физикалық қасиетлері де әртүрлі болады. Химиялық қасиетлері, яғни реакцияға кірісулері де әртүрлі болады. Сондай заттарды біздер изомерлер деп айтамыз. Яғни бұл изомерия хадисесі анорганикалық химиядағы аллотропия хадисесіне ұқсап кетеді. Аллотропияны ятқа түсіретін болса, аллотропияда не болады? Аллотропияда бір элемент болады, ол әртүрлі апоэ заттарды пайда етеді. Мәселен, углерод атом болатын еді, углерод атомының 4 түрлі аллотропиясы болатын еді. Алмаз, графит, карбин, фуллерен. Бірақ ішінің әммесінде құрамына қарайтын болсақ, әммесі углерод атомнан түзілген. Бірақ төртеуі 4 түрлі зат. Изомерияда сондай. Формуласы бірдей болады, бірақ қасиетлері әртүрлі болады. Демек, осыныңменен бүгінгі темамыз жұмақланды.